Қайырлы күн, балақай. Әліпби 1-ші сынып, 66-шы сабақ. Жаңа сабағымыздың тақырыбы П дыбысы және әрпі. Сабақтың мақсаты көмекші құралдар, тірек сызба, сюжетті сурет арқылы оқиғаның ретін сақтай отырып баяндау, сызба, сурет, белгілер арқылы шағын мәтін құрастыру, жазу жолын, жол аралықты жолдың жоғарғы және төменгі сызықтарын сақтай отырып, әріп элементтерін, әріптердің бір-бірімен байланысын көркем жазу. Бүгінгі сабағымызды бастамас бұрын жұмбақ шешіп көрейік. Қалың киімді ұнатады, шешіндірсең жылатады. Бұл не? Әрине, пияз. Келесі жұмбағымыз: жануарым бар бір қызық, құйрығынан мұрны ұзын. Бұл не? Әрине, піл. Дұрыс айтасыңдар, балалар. Пияз, піл деген сөздер қандай дыбыстан басталып тұр? Әрине, П дыбысынан басталып тұр. Суретке назар аударайық. Бірінші, парта деген сөзде П дыбысы сөздің басында, дәптер деген сөзде ортасында, құлып деген сөзі сөздің соңында кездесіп тұр. Қанекей оқушылар П әрпіне байланысты берілген сөздерді оқиық. Доп, топ, сап, қап, апа, арпа, аспан, ақпан. Ал енді мәтінді оқиық. Доп ойнау. Мектепте спорт алаңы бар. Сабақтан соң доп ойнадық. Оспан шабуылшы. Талап қақпашы болды. Мен допты қақпаға дәлдеп соқтым. Балалар, тыңдаған мәтін бойынша жұмыс жасайық. Кәнекей балалар, мен сендерге сұрақ қоямын, сендер сұраққа жауап беріп отырыңдар. Мәтіннің аты қандай? Мәтіннің аты доп ойнау. Мектепте қандай алаң бар? Мектепте спорт алаңы бар. Сабақтан соң не істедік? Сабақтан соң доп ойнадық. Оспан мен Талап кім болды? Оспан шабуылшы, Талап қақпашы болды. Кім допты қақпаға дәлдеп соқты? Мен допты қақпаға дәлдеп соқтым. Енді келесі тапсырма: дөңгелекшенің ішіне жазылған буындардан, яғни түстерді бір-біріне сәйкестендіре отырып, сөз құрастырамыз. Аспан, дәптер, арпа, ақпан. Яғни бұл сөздерде П дыбысы сөздің басында, ортасында, аяғында кездесіп тұр. П әріпін жазып үйренейік. Мұқият тыңда. Үлкен жолдың ортасынан сәл төмен қаламыңды қой. Төмен қарай түзу көлбеу жүргіземіз де, астыңғы сызыққа жете бере, солға қарай астыңғы сызыққа тигізе ілгек жасаймыз. Бастапқы нүктеден оңға қарай тағы да қаламыңды қойып, тағы түзу түсіреміз. Астыңғы сызыққа жете бере, оңға қарай астыңғы сызыққа тигізе ілгек жасаймыз. Бірінші элементтің сол жағын ала, солдан оңға қарай түзу қалпақ кигіземіз. Жазу жолының үстіңгі сызығына қаламыңды қой. Астыңғы сызыққа дейін түзу түсіріп, сол сызықты бастыра, ортасына дейін қайта көтерілеміз де, оңға қарай бұра, үстіңгі сызыққа тигізе доға сызамыз. Түзу сызықпен жалғастыра, астыңғы сызыққа тигізе ілгек жасаймыз. Дәптеріңді ашып, менімен бірге П әріпін жаз. Балалар, келесі біздің тапсырмамыз кел ойнайық деп аталады. Яғни П дыбысы бар сөздер құрастырамыз. Мына жерде бірінші сызбада 3 әріптен тұрады. П дыбысы ортасында тұр. Қандай сөз болу мүмкін? Дұрыс айтасыңдар. Апа деген сөз болу мүмкін. Келесі сызбада 4 әріптен тұрады. П әрпі екінші болып жазылып тұр. Қандай сөз болу мүмкін? Әпке, апта. Дұрыс айтасыңдар, балалар. Келесі үшінші сызбада 3 әріптен тұрады. П дыбысы соңғы үшінші болып жазылып тұр. Қандай сөз болу мүмкін?
Жаңа біз оқулықтан оқыдық. Доп, тап, қап деген сөз болуы мүмкін. Жарайсыңдар балалар. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар балалар.